қазақтың ән өнері мектепке бөлінеді. Бұл өзі дұрыс дүние ме? Бір. Одан кейін дәл осындай кейін жолай қосылған қандай дүниелерді, қандай жаңашылдықтарды білесіз? Енді мектепте бөлек-бөлек жіктеп атқанға мен өзім қарсымын. Бүкіл елді араладық, бүкіл облыс бәрін, ауыл-ауылдың бәрін араладық. Сен қай мектептің адамысың деп менен ешкім сұраған жоқ. Мен сол мектептің адамы едім деп мен айтқан жоқпын. Батысқа барам, қабылдайды. Шығысқа барам, қабылдайды. Оңтүстікке барам, қабылдайды. Өнерпазды бағалайды. Өнерпаздың әншілігін бағалайды халық. Қалай орындап отыр, қайтып айтып отыр. Сондықтан бізде қалыған дейміз. Қалыған ол Жетісудікі ме, ол Атыраудікі ме, білмейміз ғой қайда шыққанын. Ал бұл жерде мысалы хабарланады Ақанның әні, немесе Мұхиттың әні деп хабарланады. Кененнің әні деп хабарлайды. Ал Кенен мектебінің әні, Мұхит мектебінің әні деп хабарлап, елдің арасында ондай сөз теңеу жоқ. Бұл кейіннен қосылған нәрсе. Сондықтан бұл жік-жікке, ру-руға бөлетін бір қарсы дүние деп ойлаймын. Әйтпесе, қай жерге барып ән салсаң, жақсы айтсаң, ел сол саған алақанын шапалақтап, сенің өнеріңе мейір қанады. Сондықтан бұл өнеріміз көп біздің халықтың өнері. Біз жинай беруіміз керек. Мен мысалы студенттеріме айтам, ауылға каникулға барған тек бармаңдар, ауылыңда қандай ән бар? Үлкен адамдардың қара, тыңда, жазып ал, үйреніп ал, ақ кел. Осының бәрі біз жан-жақтан өнер деген қазанға құйылуымыз керек. Біздің әніміз көбею керек. Тағы қарсылығым, анау әннің әні, мынаның әні екен деп біз кішілер қаптап кетті. Анауның жиенім айтқан екен, ана жақта бір шал айтқан екен, ана жақта бір кемпір айтқан екен деп. Олар оқымайды, олар архивті қарамайды, олар ізденбейді. Сырттан долбарлап айта береді. Мен соған қарсымын. Ерзакович атақты композитор, музыка зерттеуші ақсақалды көріп, көптеген әңгімелеріне қанықтым, көптеген тарихта айтты. Сонда айтты, біз Затаевич екеуміз мынау көп адамдардан ән жинадық. Затаевич жазған адамдарды мен де жаздым. Кешегі Ахмет Байтұрсыновтан, Ілияс Жансүгіровтен, Сәтбаевтан бәрінен мен де жаздым деп сөйледі. Мен білем тарихты. Ертең біреу айтыс болып, біреу не бола қойса, маған айт, мені осының ақтығы арасын айырып беруге дайынмын деді. Ілияс Жансүгіровтің 13 әні, Жетісудың әндері, тек ол бір әннің ғана сөзі жоқ, оған сөздері жазған деп сарғайған папканы көрсетті. Сол басында әннің аты жазылады, оң жағында бұрышта Ілияс Жансүгіровті жазып қойған. Бұл мен сол кісіден алдым деген сөзім дейді. Бұл автор емес. Біздің адамдар шастырып, мынау ана кісінің әні екен, анау ана кісінің әні екен деп жаңағы елдің томпышып жүрген себептері сол.